Бақыт деген не? Түрік халқының ертегісі. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ертеде бір бозбала болыпты. Ол өзінің кедейлігін айтып, үнемі мұңаяды екен. Ой, шіркін-ай, мол байлығым болса, өмірім де жақсы болар еді. Бақытты болып, қызық дәурен сүрер едім, деп армандайды екен. Бір күні үйінің жанынан өтіп бара жатқан тас қалаушы шебер бозбаланың сөзін естіп қалады. Қасына барып, сен неге соншама қайғыра бересің? Сенің мол байлығың бар ғой, мұңая берме, дейді. Менің байлығым бар дейсіз бе? Деп бозбала таңғалады. Қайда ол байлық? Қандай байлықты айтып тұрсыз өзіңіз? Сенің баға жетпес байлығың, айналаңды анық көретін көздерің, дейді қария. Бір көзіңді қанша ақшаға сатар едің? Немесе ақысына басқа не сұрайсың? Деп шебер. Не айтып тұрсыз? Деп бозбала шошып кетеді. Мен көзімді ешқандай ақшаға басқа қымбат неге де бермеймін. Жарайсың, дейді тас қалаушы. Онда қолдарыңды кесіп сат, ақысына көп алтын аласың. Жоқ, мен қолдарымды да ешқандай алтынға бермеймін, дейді бозбала безілдеп. Балам, менің ойымды енді өзің де түсінген шығарсың, дейді тас қалаушы қария. Сен өте бай, нағыз бақытты адамсың, қайғыра берме. Көпті көрген мен сияқты қарттың сөзін не сен? Адамның ең зор байлығы денінің саулығы. Денсаулықты ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Дені сау адам ең бақытты адам, деп қария бара жатқан жолымен әрі қарай жүріп кетіпті. Аударған Түгел Мәденұлы. Бозбала деген сөз жеткіншек.